Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгін мен сіздерді жасанды интеллекттің тағы бір керемет құралымен таныстырғым келіп отыр. Бұл сайттың аты Gamma деп аталады. Яғни сіздер gamma.app деп Google жолағына жазсаңыздар, сіздерге осындай жұмыс аймағы ашылатын болады. Міндетті түрде тіркелу жұмыстарын жүргізесіздер. Содан соң gamma.app платформасының осындай жұмыс аймағы сіздерде пайда болатын болады. Енді бұл жасанды интеллекттің көптеген мүмкіндіктері бар. Мәтінге презентация жасауға болады, өзіңіз қалаған тақырыпты жазып презентация жасауға болады, немесе сілтеме арқылы кез келген файл, ол мәтіндік, кестелік және графикалық файлдарды қойып, сол арқылы презентация жасауға болады. Енді бүгін мен сіздерге мәтінді қою арқылы презентация жасауды көрсететін боламын. Ол үшін мәтінге қою батырмасын басамыз. Мінекей осы жерде осындай терезе ашылады. Яғни сіз өзіңіздің қажетіңізге сәйкес осы жерге мәтінді орналастырасыз. Ол мәтінді сіз интернет желісінен алсаңыз болады, немесе өзіңіздің компьютеріңізде сақталып тұрған кез келген мәтінді қоюыңызға болады. Мінекей мен интернет желісінен кез келген бір мәтінді алып, осында орналастырамын. Және бұл жерде не жасау керек сізге? Презентация жасау керек па, сайт жасау керек па, құжат жасау керек па? Өзіңіздің қажетіңізді таңдап аласыз. Маған презентация жасау керек, сондықтан презентация батырмасын басып, жалғастыруды басам. Мінекей осылай жүктелу жұмыстары жүргізіледі. Мінекей мына жерде мәтін мазмұны толықтырулар жүргізгіңіз келсе, осы жерге жазып өтсеңіз болады. Немесе суреттер енгізгіңіз келсе, өзіңіз тағы да қосымша жасауыңызға болады. Енді дәл осы ақпаратпен слайдты жалғастыру батырмасын басамыз. Жалғастыру батырмасын басқаннан кейін мына жерде әртүрлі шаблондар шығады. Өзіңіз таңдасаңыз болады. Және Generate батырмасын басамыз. Мінекей осы кезде бізге жасанды интеллект слайдты дайындап жатыр. Мінекей осындай жүктелу жұмыстар жүргізіледі. Өзіңіз күтіп отыруыңыз қажет. Мінекей өздеріңіз экранда көріп тұрғандай, жасанды интеллект бізге автоматты түрде слайдты жасап беріп жатыр. Бұл жерде формасы өздеріңіз көріп тұрсыздар, жаңаша, ерекше етіп жасайды. Енді біздің презентациямыз дайын болып жатыр. Осындай жерлерде жүктелулер жүргізіліп жатырса, мінекей өздеріңіз көріп тұрғандай, бұл жерлерге суреттерді орналастырып жатыр деген сөз. Яғни күтіп барынша толық жүктелу жұмыстарын болғаннан соң слайдты көрген дұрыс. Енді бұл слайдпен сіздер бөлісе аласыздар. Мінекей сілтеме арқылы бөлісуге болады, немесе QR-код арқылы бөліссеңіз болады оқушыларыңызбен. Және де пайда болған слайдты сіздермен бірге көрейік. Мінекей play батырмасын басамыз. Мінекей көрдіңіздер, ана жерде дербес компьютердің негізгі құрылғылары. Компьютердің суретімен жасанды интеллект өзі жасап берді. Мінекей мына жерде жүйелік блоктың негізгі түрі, маңызды құрылғылар функциясы туралы айтылған, аналық тақша туралы айтылған, процессордың миы, жылдамдығы, өнімділігі туралы айтылған. Мінекей осылай толық сіздерге енгізген мәліметіңізге сәйкес презентацияны тез, жылдам және сапалы, өте керемет түрде жасап береді. Мінекей осындай жасанды интеллект платформаларының көмегіне жүгініп, жұмысыңызды жеңілдетіңіздер және де уақытыңызды үнемдеуге көптеген мүмкіндік береді.